Көпшілік қауым әрдайым бірнеше кеменің басын қатар ұстайтын қазақ эстрадасындағы әншілерді сынап отырады. Әлеуметтік желілерде әнші әнін айтсын, биші биін билесін, қаржыгер ақша санасын деген пікірде. Осыған қатысты әншілердің өзі не дейді? Кейбір адамдар сөгет, жаңағыда әншілер жүргізуші болмасын, немесе жүргізушілер әнші болмасын. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Талантты адам барлық жағынан талантты болу керек. Өнер адамы халықтың алдында жүргеннен кейін жан-жақты өзін дамытып, көрерменін, тыңдарманын, өзінің фанаттарын жеке мысалы таңғалдырып отыруға міндетті деп ойлаймын. Я сен актер бол, я әнші бол, қолыңнан келсе ұста бол, қолыңнан келсе биші бол, күйші бол. Кейбіреу айтып жатады, интернет желісінде пікірлерді оқыған кезде неге бір арнада жүрмейді, я болмаса анда-мында секіре береді деп. Қолынан келмесе неге жасамасқа? Шынымен де, егер әртістің басқа да салаға қабілеті болса, неге еңбектенбеске?